Қайырлы кеш, YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Мен Айнұрмын. Қазір 30-ға жақындап қалдым. Осы оқиға болғалы 2 жылдай уақыт өтті. Бірақ әлі күнге дейін есіме түссе, денем дірілдеп, жүрегім соғып кетеді. Бәрі шынайы болды. Ешқандай ойдан шығарған жоқпын. Мен өз өмірімді айтып отырмын. Ешкімге айтпаған құпиямды саған ғана ашып отырмын, оқырман. 2 жыл бұрын күйеуіммен ажырасып кеткенмін. Ол жақсы адам еді, бірақ екеуміз қосылғанда мүлдем әлсіз болатын. Әр жолы мен ішімде от жанған күйі қалып қоятынмын. Жас едім, 28-демін. Құмарлығым басым кес. Шыдай алмай бітті дедім де кеттім. Ауылда өз үйімде жалғыз тұрамын. Балам жоқ, ешкім жоқ. Қайын ағам Нұрлан үйдің қасында тұрады. Ол бұрынғы күйеуімнің үлкен ағасы. Қазір 50-ге таяп қалды. Ешқашан үйленбеген, биік, мықты денелі, қолдары темірдей. Жұмыста трактор айдайды. Күнге күйген, қатал көрінеді. Бірақ маған қарағанда көзі мүлдем басқаша болатын. Бұрында байқайтынмын. Күйеуім бар кезде де маған ұзағырақ қарайтын. Бірақ ештеңе демейтінмін. Бір күні жаздың аптабы қатты болды. Мен монша жақтым. Жалғыз кіріп, жуынып жаттым. Су құйып, сабындап, шашымды жуып. Денем әлі жас, терім тегіз. Моншада айнаға қарап тұрып, іштей осы денені неге ешкім лайықты бағаламайды деп ойлайтынмын. Терезе аздап ашық еді. Бір кезде біреу қарап тұрғандай сезім болды. Қарасам, Нұрлан терезеден тесіле қарап тұр екен. Қолында шелек, бірақ қозғалмайды. Көзі менде. Мен шошыдым. Бірақ тоқтата алмадым өзімді. Қолымды денеме апарып әбден жудым. Бірақ толық жаппадым. Керісінше жуынып тұра бердім. Ол әлі тұр, көзін алмайды. Беті қызарып, тынысы тездеп кетті. Моншадан шықтым. Орамалға оранып, ол әлі сыртта тұр екен. Көзіміз түйісті. Аға, не үшін келдіңіз деп сұрадым, дауысым дірілдеп. Ол ештеңе деп айтты да кетті. Бірақ білемін, ол мені сол жерде итергісі келіп қарап тұрғанын. Содан кейін бірнеше күн ұйықтай алмадым. Түнде оны ойлап жаттым. Ол маған ұнады ма? Жоқ, ол қайнағам ғой, 20 жас үлкен. Бірақ денем оны қалап тұрды. Бір күні аулада жалғыз қалдық. Ол жақындап келіп, Айнұр, сен менің көңілімде біраздан бері жүрсің. Інім саған лайық емес деді. Ол әлсіз еді, білемін бәрін. Маған рұқсат етші, жай ғана құпия болсын. Сен жассың, саған нағыз еркек керек деді. Мен қызарып, аға, жасыңыз үлкен ғой, ауыл не дейді дедім. Ол ешкім білмейді, жасыма қарама деді де қолымды ұстады. Мен қаштым, бірақ ішімде от өрлеп жатты. Тағы бір аптап ыстық күн. Моншаға кірдім. Бұл жолы есікті әдейі ашып қойдым. Ол келді. Мен әдейі баяу қозғалдым. Денемді сабындадым. Ол шыдай алмады. Есікті ашып ішке кірді. Айгүл, шыдай алмаймын енді деді, дауысы қалтырап. Мен аға жоқ деп өтірік майысып, қарсылық көрсетпек болдым. Бірақ қадам жасамадым артқа қарай. Содан кейін ол маған, сен енді менікісің, жасыма қарама, мен саған ерекше қараймын деді. Мен басымды кеудесіне қойып үндемедім. Ішімдегі ұзақ жылғы жалғыздық, өшпеген от, бәрі сөніп, орнына терең тыныштық орнады. Қазір әлі кездесіп жүрміз. Құпия, моншада. Кейде ол маған түнде келіп кетеді. Ол маған нағыз еркек екенін әр жолы дәлелдейді. Жасы үлкен, бірақ патша еді. Мен оған үйреніп қалдым. Басқа еркек ойыма да кірмейді. Осы менің шынайы өмірім. Ешкім білмейді. Қазір осыны айтып отырғанымның өзі қиын. Бірақ ішімдегіні біреуге шығармасам, жарылып кететін сияқтымын. Нұрланмен арамыздағы құпия 2 жылдан асты. Моншадағы алғашқы кездесуден кейін тоқтай алмадық. Аптасына 2-3 рет кездесеміз. Көбіне моншада,
Кейде түнде ол маған келіп кетеді. Есікті ақырына қағып, ішке кіргенде мен оны күтіп отырамын. Мен онымен бірге болғанда өзімді толық әйел сезінемін. Ол да солай айтады. Сен сияқты үйлесімді әйелді ешқашан кездестірмеппін, Айгүл. Біз бір-бірімізге арналғанбыз, бірақ соңғы уақытта бәрі өзгере бастады. Бір кеште әдеттегідей отырып, ол маған Айнұр, екеуміз үйленейік деді. Мен үндемей қалдым. Ол жалғастырды. Мен сені шын жақсы көремін. Бұл жай құмарлық емес. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Ресми түрде некелесейік. Ауылға айтамыз, бәрі түсінеді. Немесе қалаға көшейік, жаңадан бастайық деді. Мен, аға, ойланып көрейін дедім. Ішімде дауыл тұрды. Әлі де ойланып жүрмін. Жұрт білсе не болады? Ол менің қайнағам, бұрынғы күйеуімнің ағасы. Ауылдың бәрі сөз қылады. Арсыз келіншек қайнағасымен жүр деп. Балаларым болмаса да абыройым ше. Әке-шешем тірі болса не дер еді? Туыстар, көршілер бәрі бетіме түкіреді ғой. Содан кейін бір күні айттым оған. Аға, одан да құпия кездесе берейік. Осылай жақсы ғой. Ешкім білмейді. Бақыттымыз. Ол үндемеді ұзақ. Содан кейін көзін төмен салып, Айгүл, мен саған шынымды айтайын. Мен саған жай ғана сол нәрсе үшін келіп жүрген жоқпын. Сені шынымен жақсы көремін деді. Сен менің өмірімнің мәні болдың. Егер сен тұрмысқа шыққың келмесе, мен өмір бойы жалғыз болып өтемін деді. Дауысы дірілдеді. Оның көзінде шынымен махаббат бар сияқты. Жай жаман нәрсе емес. Ол маған гүл әкеледі, дәмді тамақ пісіреді, қамқорлық жасайды. Түнде құшақтап ұйықтағанда сені ешкімге бермеймін деп сыбырлайды. Қазір ойым қос бөлініп тұр. Бір жағынан қорқамын. Үйленсек, ауылдың сөзі, туыстардың қарсылығы, өмір бойы күнәлі деген атпен жүру. Екінші жағынан оны жоғалтқым келмейді. Олсыз қалай өмір сүремін? Оның қолдары, барлығы, махаббаты, күші, бәрі маған керек сияқты. Тәуелді болып қалдым. Жасы үлкен болса да, ол маған әкемдей емес. Мен оған үйреніп қалдым ба, әлде шын сүйіп қалдым ба білмеймін. Кейде ойлаймын, құпия жалғастырайық, осылай бақыттымыз ғой деп. Бірақ ол шыдап жүре ала ма? Еркек қой, абыройы бар, жалғыз жүргеніне 50-ге таяп қалды. Мені ресми әйел етіп алғысы келеді. Кейде ойлаймын, бәріне көніп үйленейік, қалаға көшіп, жаңа өмір бастайық деп. Бірақ жүрегім қысылады. Шынымен ол мені жақсы көре ме? Әлде жасы келген соң бірге болатын әйел іздеп жүрме деп ойлар маза бермейді. Осы орайда сіздер өз ойларыңызды айтып, маған кеңес берсеңіздер, қандай шешімге келсем болады?